Покров ауылдық кітапханасы ұсынады. Қазақстанның рәміздері дамудың тарихы көрмегі жолы. Қазақстан Республикасының мемлекет ту. Қазақстан Республикасының жоғары кеңесі 1992 жылы мемлекеттік ту бекітті. Тудың авторы Шәкен Ниязбеков. Ту неліктен көк түсті. Оның себебі бүкіл дүниеге көз жүзді. Аспан әлемі ортақ, жер шары ұлттарға мемлекеттерге бөлінгенмен аспан ешқашан бөлінбейді. Күнге бәрімізге ортақ, күн сәулесі бәріне нұрын шашады, сәулесін төгеді. Ал Қырым болса киелі қасиетті құс деп есептелген. Егемендік алған Қазақстан Қырым сияқты биікте болсын дегенді білдіреді. Тудағы ою-өрнек қазақ елінің танымын өзіндік ерекшелігін көрсетеді. Қазақстан Республикасының ел таңбасы. Ел таңбадан сол елдің тарихы, дәстүрі толық танылу керек. Сондықтан ел таңбаның ортасында шаңырақ тұр. Ел таңбаның екі жағында қанатты тырықтар бейнеленген. Жылқы, жүйрек ат қазаққа ерекше бағаланған. Бірақ мал шаруашылығының басым болғанын бейнелейтін жиынтық бейне. Шаңырақ біздің отамыздың бір тұтастығын білдіреді. Жоғарғы жағында 5 бұрышты жұлдыз бейнеленген. Төменгі жағында Қазақстан деген жазу бар. Ел таңбаның авторлары Жандарбек Мәлібеков, Шадаман Нұрмаханов. Қазақстан Республикасының мемлекет әнұраны. Әнұран бұл дыбыстық рәміз, әлеуметтік саяси біреуге және еліміздегі азаматтарды этномәдени бір тұрпақтарға айтарлықтай мағына береді. Тәуелсіз Қазақстан тарихында мемлекеттік әнұран 2 рет 1992 және 2006 жылдары бекітілген. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны 2006 жылы өзгертілген. Әнұранның сөзін жазған Нұрсұлтан Назарбаев